Қайырлы күн, қазақ елі. Алдағы жылы қазақтың бас ақыны Абай Құнанбайұлының 175 жылдық мерейтойын тойлап өтпекшіміз. Осыған орай мектебімізде басталған челленджді тарих пәнінің мұғалімі Қибаш Уапқызынан қабыл аламыз. Абай сегізаяқ. Алыстан сермеп, жүректен тербеп, шымырлап бойға жайылған, қиуадан шауып, қисынын тауып, тағыны жетіп қайырған, толғауы 90 қызыл тіл, сөйлеймін десең өзің біл. Өткірдің жүзі, кестенің бізі, өрнегін сендей сала алмас. Білгенге маржан, білмеске арзан, надандар бахра ала алмас. Қиналма бекер тілмен жақ, көңілсіз құлақ, ой қолақ. Басында ми жоқ, өзінде ой жоқ, күлкішіл кердең наданның. Көп айтса көнді, жұрт айтса болды, әдеті надан адамның. Бойда ғайрат, ойда көз, болмаған соң айтпа сөз. Болмасын кекшіл, болсайшы көпшіл, жан аямай кәсіп қыл. Орынсыз ыржаң, болымсыз қылжаң, болама дәулет нәсіп бол. Еңбек қылсаң ерінбей, тояды қарның тіленбей. Егіннің ебін, сауданың тегін, үйреніп, ойлап, мал ізде. Адал бол, байтап, адам бол, мал тап, қуансаң қуан сол кезде. Біріңді қазақ, бірің дос, көрмесең істің бәрі бос. Мен бұл өлеңді орыс тілі мен әдебиеті кафедрасына Базаркүл Шамратқызы бастаған әріптестеріме және 10-шы сынып оқушысы Қожантай Ілиясқа жолдаймын.